Помадам бітіп қапты. Жүр, мен саған новыйын сатып алып берем. Сен маған новыйын алып бересің? Иә, как раз даже күшті жер бар. Сен точно маған алып бересің ба? Если что, менде ақша жоқ. Еще мен атыма рассрочка да бермейді. Өзім алып берем, уайымдамасашы, таңдай берсеңші. Сен өзің атыңа рассрочкаға аласың ба? Жоқ, наличныйға алып берем, таңдай бер деймін. Если что, менің бүгін туған күнім емес, ешқандай праздник та емес. Точно алып бересің ба? Ой, алып берем, ешқандай себепсіз алып берем. Таңдай бер. Уайымдама, бүкілін өзім төлеймін. Барлығын? Онда маған крем, SPF, тонер, умывашка, серум. Рахмет. Сен маған осының барлығын міндетсініп, кейін манипулировать ету үшін алып бердің ғой, ә? Жоқ, не айтып тұрсың сен? Сен маған ештеңе қарыз емессің, бұл саған сыйлық. Жүр, тамақ ішеміз. Осындай да жігіттер болады екен ғой. Күйеу бала, сәлем бердік қайната. Не болды? Саған әкең тамақ істеуді үйретпеген бе? Не мына тамағың? Қазір дұрыстап істейме, кешіріңіз, е? Не бәлем мына шайларың? Түп, мына күйеу бала әлі күнде шай қоюды білмей ма? Қанша рет айтамын, енеңе қою қып құясың деп. Кетті, сөз көтере алмайды. Бір дұрыс сұрақ күйеу бала таба алмады ма, қызым? Мені сендер не бұл үйге құл қылып алдыңдар ма? Еще маған балам неге қайта маған ұрса береді? Өзі таңнан кешке жұмыс істейсің, мені осы үйге қамап қойдың, төрт қабырғаға. Қойшы еркек, ата енеге қызмет ету әрбір еркектің міндеті. Бір жыл шыдаш, одан кейін бұйырса бөлек шығамыз. Сен бір жыл бұрын сөйтіп айтқансың. Үйдегі сынып, бұзылып тұрған заттардың барлығын жөндеп шығатын бол. Ойбай, енді мен еркек болып ауыр жұмыс істеймін ба? Қызыңызға неге айтпайсыз? Ей, біздің қызымыз күні бойы жұмыс істейді, уақыты жоқ. Өзің бір істеп көмектесіп жүрсеңші. Кетті әне. Папа мені алып кеттіңдерші, мен әбден шаршадым мына жақта. Ой, бала, мен бүкіл еркектің өмірі сондай екен, не істейсің? Үндеме, оларды үндемей жеңесің. Айттық қой саған, барған жерге тастай батып судай сің деп. Еще қайнатаның көзінше маған қайта звондай бермей ұят болады. Сен қай жылғысың? Мен 2008. Қанша? Ал сенші қай жылғысың? Мен 98. Өй, түгетпейді. Махаббат жаса қарамайды. Өзің жайлы айтып берші маған. Мен сол офиста жұмыс істеймін, бухгалтермін. Не істеп отырсың? Мен просто ұзақ әңгіме тыңдай алмаймын. Кемпірлермен скучно екен. Мультфильм қосып қойыншы, ә? Өй, неге жемей отырсың? Тағы бірдеңе заказ бересің бе? Любой нәрсе заказ бере бер, өзім төлеймін. Еще детский площадкасы бар екен. Мені күте тұр, иә, қазір? Екен. Ой, мамам звондап жатыр. Алло, мама? Ой, в смысле, ақша бермеймін? Мен свиданияда отырмын ғой. Жоқ, мама, мен үйге барып макарон жемеймін. Ақша жіберші. Бар ғой, мына счетты өзің төлей саласың ба? Мамам просто ақша беріп жатыр. Ой, счеттың бәрін өзім төлеймін. Мен кеттім, сен мен үшін тым кішкентай екенсің. Ей, таксиге де ақша берші. Туф, кемпірлер, қатыгез болады екенсіңдер. Наконец-то мен робот жігітім келді. Сіздің робот жігітіңіз іске қосылды. Мен шынайы жігіттерден шаршап кеттім. Сен идеальный жігіт шығарсың, иә? Иә, қаласаң сол туралы сізге презентация немесе Excel таблица дайындап бере аламын, қожайын. Жоқ, керек емес. Сосын мені қожайын демеш, жан деп айтшы. Келістік. Ж-А-Н. Айтқаныңыз болсын. Туф, прикол ма, бірдеңе айтшы. Сіз үшін күлкілі әзіл дайындадым. Не үшін аспанда пробкалар болмайды? Неге? Себебі аспанда машиналар ұшпайды. Ой, зарядкасы өшіп қалды. Мына роботты заводқа қайта өткізіп жіберуге бола ма? Арман деген сен ба? Иә, мен. Бастаймыз ба? Давай бастайық. Бұрын үйленгенсің ба? Жоқ, үйленбегенмін. Ал сенші? Мен де тұрмысқа шықпаған. Сен немен айналысасың? Мен салонда визажист болып жұмыс істеймін. Все, жақсы. Ал сенші? Мен сол ауылда егін егемін, мал өсіремін, өзімнің фазендам бар. Ақшаны жақсы табатын сияқтысың ғой? Кредиттарың көп емес па? Енді кішігірім 300 мың теңге кредитім бар, сосын азынаулап микрозайм. В принципе, төлей алатын сияқты ма? Енді жасымыз да келіп қалды дегендей, денсаулық жағы қалай? Енді арасында сай сүйегім сырқырап, бір ауыратыны бар, бірақ басынан денсаулығым жақсы. Соңғы маңызды сұрақ. Тойға қанша адам шақырамыз? Шынымды айтсам, мен той жасауға қарсымын. Одан да ол ақшаға квартира алмаймыз ба? Мен де тура солай ойлаймын ғой. Еще содан ақша қалса, шетелге шығып демалып келмейміз ғой лучше. Точно. Оннан 10 бала алдым. Маған ұнадың. Болды, онда ЗАГСқа кеттік па? Кеттік. Тоқ папасы, қараш қызыңа қоймай жауап жатыр. Ой, қызым, не болды? Тып-тыныш отыр ғой. Ой, жаным сол. Папаң келсе болды, өтірік жақсы қыз болып қаласың, иә? Өйткені мен папаның қызымын. Сен сөйлей аласың ба не? Я сөйлей алам. Қара, қызымыз сөйлеп жатыр. Шын айтам, жаңа ғана сөйлеп жатқан. Прикол ұстай бермеш. Қара, қызымыз не деп жатыр? Туй, мен уақытым жоқ, жұмыс істеу керек маған. Жоқ, шын айтам, жаңа ғана биді айырып жатқан. Әй қыз,
Неге папаңның көзінше мен жынтығып тұрсың, а? Қаз папаңды шақырам, сөйлей ұқтың ба? Давай шақыр. Как раз папа кеткен кезде сен маған мультик қосып, өзің TikTok қарап жататынды айтайын. Қызым, не болды? Қалжыңдаймын ғой. Саған өзіңе бірдеңе керек емес пе? Маған көп көйлектер, сосын кукла Барби керек. Саған синий трактор қосып берейін ба? Ту қойшы, одан да драма көрейікші. Осы сен мен дуалап алған жоқсың ба? Мен сияқты әдемі қызды қалай сындырдың? Мен сені дуалап? Сіз қыздар дуалап бере аласыз ба? Ой, менде дуалайтын қыздардың түрі бар. Мына қыз Жамиля, ақыл десең ақыл, сұлу десең сұлу, еще байдың қызы. Басқа қыз бар ма? Мына қыз қалай саған? Аты Сәуле, ой, пысық, сиыр десең сиыр сауат, беш бармақтың түбін түсіреді. Жоқ, маған басқа вариант керек. Тағы қандай варианттарыңыз бар? Енді нені көрсетім? Бір болмайтын Айжан деген вариант бар. Мінезі ит, жалқау түске дейін ұйықтайды. Қолынан боқ та келмейді. Бір красавица деп айтпас едің. Осы қызды маған дуалап бергізші. Қумаш, дуаласам Анджелина Джоли дуалап алмайын ба? Привет, қалайсың? Сіз армансыз ба? Иә, мен ғой. Суретті, вообще басқандайсыз ғой? Ол мен жас кезімдегі суретім ғой. Жас кезімде сонда нешінші жылғысыз? Мен 6-мын. 2006 ма? Жоқ, 1996. Айтпақшы сен атың кім еді, есімнен шығып кетті. Айжан. Айжан. Балжан? Айжан. Маржан? Туф, Айжан. Аружан. Аружан, қара, мен күшті видео істедім, қара. Қалай, Сабыржан, ұнады ма? Жесеш, тағы бірдеке заказ берейін ба? Бүгін маған пенсия түсті, ақша көп. Коктейль бірдеңе ішесіз ба? Жоқ, маған шай керек, шипыр шай, әпсе басым ауырады. Немесе сарағаш. Мә, үлкен кісімен бірінші селяға кеп тұрмын. Аға? Аға түріңіз? Мен қайдамын? Сен екенсің ғой, Балжан. Туф, қойыңызшы. Сіз мен үшін слишком кәрі екенсіз, мен кеттім. В смысле кәрі, мен жасмын. Тоқта, Гүлжан! Таныстырыңыздар, бұл сіздердің болашақ келіндеріңіз. Ал кел ананы. Бұл не? Бұл өтірікті анықтайтын детектор. Қазір бірнеше сұрақ қоямыз, жауап бер. Келін нешеде тұру керек? Әрине таңғы сағат 7-те, мен өзім күнде 7-те тұрам. 9-да. Ладно, 12-де тұрам. Екінші сұрақ, тамақ істей аласың ба? Әрине істей алам. Роллдың саналмаймын ғой не? Мен ағыздың қолынан дым келмейді ғой. Ертең бізде бірге ауылда тұра ала ма? Жоқ, мен тұра алам ғой. Мен өзім ауылдың қызымын ғой. Сиыр сауы барлығын қатырам ғой. Мүмкін емес, өтірік науқас, қызыл жанат қара. Қойшы, бәрібір қолынан дым келмейтін келін бізге не керек? Мен мысалы кезінде таңғы 5-те тұратынмын. Дәмді тамақтар істеп, үйдің бәрін жинап шығатынмын. Ата-енеме артық сөз айттырмай бәрін істейтінмін. Ой, қойшы болды, ең басы бір-бірін жақсы көрсе болды ғой. Мен сияқты, мысалы, мен сені жақсы көрем, басқа ешқандай қызбен жүрген жоқпын. Мынау істемей тұрған сияқты. Не бәлем мынау? Сен маған менің алғашқы махаббатым деп айттың ғой маған. Ана бір класста Айгүл деген қызбен жүрген. Қайдағы Айгүл? Баламан жігіт тұршы, Гүлдің қасына фотоға түсірем. Қойшы, мам, түспей қойыншы. Ана, ұстап тұрғандай бол, ұстап тұрғандай. Обязательно ма? Туй, өзі көп сөйлемейсі, ташана Гүлді. Дұрыстап тұр, ұрбайма. Балам, енді ана картинаның жанына тұршы. Түспей қойықшы, мама. Тұр, дұрыстап тұрсыншы. Денең тік ұста. Шынайы күл дедім мен саған. Күл. Эмоцияңды көрсетсінші. Ұрбайма тұр дедім мен саған. Дұрыстап тұр. Туй, мам, не үшін барлық жерде фотоға түсіре бересіз мені? Түсіріп, атаңның басына мен iPhone 17 Pro Max алдым. Сендерді фотоға түсірмесем, а? Үй, жаным, на фото күшті кет. Мама, еще мен статусқа сақ қойғасыма страшный түрінде еще онша емес түсірілген қып. Не болды? Шыда, қанша өмірім қалды дейсің? Мен өлем, одан кейін сені ешкім фотоға түсірмейтін болады. Шыда! Не позволяй себе родителям грубить. И голос повышать тем более не смей. Обязан уважать ты и ценить. Бұл бап кешірші. Болды, ана елканың жанына тұршы, фотоға түсіру. Балам, сен маған секретіңді айтсаншы, осы сен ұнатып жүрген қызың бар ма? Қойшы, мама, сен потом бәріне айтып тастайсың. Үйбай, қашан айттым мен? Ешкімге тіс жармаймын. Айта бер. Маған параллель класста қымбат деген қыз ұнап жүр. Мама? Ало, туысқандар, қалайсыңдар? Менің балам бір қызды ұнатып жүр екен. Скоро той! Бүткіл ауылдардың туысқан
экрандардың чатына жіберіңдер. Шұғыл жаңалықтар. Мен Арманның мамасымын. Балам 6 Б классында оқитын қымбат деген қызға ғашық. Баламның басы кетіп жүр. Алло, бұл қымбаттың мамасы ма? Менің балам сіздің қызыңызды ұнатып қалыпты. Атастырып қояйық та. Ой, менің балам ақылды, ағылшынша сайрайды. Иә, болды балам. Болды мама, мен саған ешқандай секретті айтпаймын осыдан кейін. Позор қылдыңыз ғой мені. Не отырыз тикток көріп, үйді жина бол тез. Ыдыстарды жуар, кремді қақ. Жылама аузыңды жат дедім. Әйтсеға сағандарға өткіз жерем. Несіме біз сені асырап алғанбыз? Иә, жап аузыңды үндемекті, жанын шығарам. Алло, мырза. Ема, сен осылай сөйлей аласың ба не? Қалыңыз қалай? Күшті әзілдейді екенсіз, Ақпатша. Неме өтірік көріп тұрсың, мыстан кемпір сияқты көруші едің ғой сен. Ая, боспын, просто үйге уборка жасап, тамақ жасап жатқан едім. Өтірік айтпасаш, мен ғой үй жинайды, сен мен ұрғаннан басқа ештеңе істемейсің ғой. Жоқ, мен ештеңе жемеймін. Қазір менде диета. Диета? Бағана бір соғымның етін жеп қойдың еспе, есіңде жоқ па? Жан. Неге мен сөйлесіп жатқан кезде мешать етіп жатсың? Наконец-то сенде бүгін демалыс. Бірге отырып кино көрейікші? Иә, қос киноны. Жан, сен бүгін жұмыс істемеймін деп айттың ғой? Просто жұмыстан жап жаттың ғой. Все, болды, тыстадым. Киноны көрейік. Иә, Басеке, бүкіл отчеттардың барлығы дайын. Тұтасташ, Жан. Мен просто тағы 2 жерде жұмыс істеймін ғой, бүгін бізде Zoom совещание еді ғой. Болды, мен алып тастадым. Мужской джинсилары бар, 32 размер, адрес Алматы қаласы, Юго-Восток. Не істеп отырсың? Просто стриммен товар ұстайын деген ғой. Болды, киноны қос. Иә, аға, бұл өнімді алсаңыз өкінбейсіз. Қазір 1 минут. Иә, баланың жынысын иә анықтаймыз. Кешірші, мен жұмыстан бөлек тағы да бір кәсіппен айналысқанмын ғой. Көрейік киноны, бастайық. Жан? Мен доставка жасап келген ғой. Все, киноны қоса берме, болды. Привет. Привет. Неге мені фотоға түсіріп алдың? Жай естелікке. Родной фотосын жібердім, делай. Все, қабылданды. Ақпарат таптым. Айжан Солтан 2000 жылғы еще дорамалар жақсы көреді. Сен қандай кино қарағанды жақсы көресің? Мен дорамалар көрген жақсы көрем. Қойшын ба, дарама ма? Мен де дараманың фанатымын ғой. Қандай дарама ең сүйікті дарамаң? Қандай дорама дейсің ба? Қазір есіме түсіріп алайын. Так, семантический ошибка деген дораманы жақсы көреді екен. Семантический ошибка деген дораманы жақсы көрем. Базар жоқ, вкусың сен не? Биыл дарама көресің бә не? Иә, мен биыл дорамалар жақсы көрем. Мен бүкіл достарымызбен, туыстарымызбен бәріміз биыл дорамаларды көреміз, жақсы. Ол не бәле, неге маған біртүрлі қарап тұр? Родной, лучше биыл дораман не екенін білмей қой. Сен онда кипоп тыңдайтын шығарсың, ең сүйікті әншің кім? Жақсы сұрақ. Мен қандай әншілер жақсы көремін? Мен қандай әншілер жақсы көремін сұрақ белгісі. Сүйікті әншісі. Таптым. БТС Чонгук деген әншіні жақсы көреді. БТС Чонгук. Жаңа Чонгук деп айтшы. Жумонг. Чонгук деп айтсаш. Чонгук. БТС Чонгук. Чонгук, саған да BTS ұнайма, маған да. Бүгінгі күн маған қатты ұнады, сен сондай күшті жігіт екенсің. Екеуміз бірімізге сондай қатты ұқсаймыз. Екеуміз күшті дос болатын сияқтымыз. Давай бір күні бірге дорама көрейік. Иә, досым. Дорама көрейік. Жан, мен телефон зарядка қоясаш, әне сумкамда. Мен мынаған іште не жоқ? Иә, мен косметикам ғой. Шашым жөнейтін нәрселер ғой. Ключ пен пласка көпсі? Қайдан білем, маш керек болып қалады. Сумканың ішінде сумка? Иә, енді қайда салам басқа. Осы киімім мұнда жатыр екен ғой, қанша болды іздеген ме? Енді қас күн суып кетті ғой, Жан. Мұның ішінде адам жатыр ма не? Қазір мен сені құтқарам, шыда! Кім бұл? Ол менің бывшайым ғой. Ол не істеп жүр мына жақта? Жай естелікке. Мына сумканың ішінде әлемдегі бүкіл зат бар, бірақ сен зарядчигің жоқ. Зарядка мына жерде жатыр екен ғой. Мен онда неге 1 сағаттан қопарып іздеп отырмын, қиналып? Иә, қайтадан ішіне саласаш. Видим ғой. Не істеп жатсың? Мама, сіз мұнда не істеп жүрсіз? Үйбай. Енді мынау менің үйім ғой, бұл да менің үйімнің бір бөлігі. Жоқ, енді хотя бы тоқылдап кірсеңізші, қайдан білесіз біз істеп жатқанымызды? Ойбай,
жүрейін енді өз үйімде тоқылдатып, рұқсат сұрап сендерден. Төсектерім қандай жұмсақ, бәсе келін неге түскі бірге дейін ұйықтайды десем осы екен ғой. Бүгін баламның қасына жатамын ғой деймін, Өтініш мама, бөлмеден шығаса бұл біздің жеке бөлмеміз. Ойбай, дұрыс, қуыңдар мені. Бүгін бөлмеден, ертең үйден шығарып жіберетін шығарсыңдар. Қарттар үйіне өткізіңдер мені. Ойбай, сені арқама арқалап, кезінде автобус жоқ, жаяу мектепке тасып, менде ақымақ. Жарайды енді, жастар өздерің білесіңдер, кедергі болмайын. Ойбай, ертең бармын ба, жоқпын ба, кім біледі. Есі что бақытты болыңдар. Мамаға неге де грубо сөйлейсің? Ол да жаман нәрсе ойлап тұрған жоқ қой. Қош болды, надоел, бөлек шығайықшы. Сержан деген сен ба? Я, мен ғой, тыныштық па? Сені мына қыз сотқа берейін деп жатыр. В смысле, мен не істеп қойдым? Өткен аптада сен мына қыздың күйеуіне стрижка жасапсың ғой. Я, алдым ғой. Стрижкаң слишком идеальный шығып, күйеуі красавчик болып кетіп, артынан қыздар жүгіп жүр қазір. Өз әйеліне қарамай кетті, айылысайын деп жатыр екеуі. Дұрыс қой, мен барбермін ғой, жұмысым осы ғой. Ештеңке білмеймін, біреудің семьясын құртқаның үшін сотталасын ұқтың ба? Саған біреу енді идеальный стрижка жаса деді ма? Алып кетіңдер. Жігіттер болмайды ғой олай. Қайдағы сотталған, вы че? Адвокат шақырыңдар хотя бы. О, привет. Менің уақытым жоқ, қолыңды берші. Бұл не? Бұл детектор лжи, менің бірінші сұрақтарыма жауап бер. Басың бос па? Басым бос. Бұрын үйленіп пең? Жоқ, үйленген жоқпын. Жұмысың бар ма? Бар. Ставка тікпейсің бе? Жоқ. Маман баласысың ба? Жоқ. Абьюзер емессің бе? Жоқ, абьюзер емеспін. Қыздардың атына кредит алмайсың ба? Конечно, жоқ. Что-то подозрительно. Неше қызың болды? 2 қызым болды. Енді 3-4-еу. 5-6. Енді 10-нан сәл көбірек 20-ға жоқ. Понятно. Бабник, сау бол. Қазір қыздар шустрый бар ғой. Балам, осы сен жұмысқа тұрдың ба? Я, папа, охранник болып жұмысқа тұрдым. Акиматта. Акиматқа? Майра! Не қарап тұрсың, телефон ал кел. Алло, Сәбит, қалайсың? Жаңа ал жоқса, балам жұмысқа тұрды. Акиматқа! Кім боп тұрды дейсіңдер ма? Кім боп тұрды? Ол ақша скоро премьер-министр болайын деп жатыр. Одан кейін енді дальше кете береді ғой. Біздің бала да 5 тіл біледі. Скоро Америкаға кетейін деп жатыр. Кім? Дональд Трамп? Ойбай, біз Дональд Трамппен әжем видеомен ақ сөйлесіп жатырмыз ғой, күнде шай ішіп отқан кезде. Бас құдамыз ғой біздің. Кім ана сандуғаштың баласы ма? Ой, тұрғызамыз жұмысқа, уайымдамаңдар. Америкаға басылдыр күтіп аламыз я. Қызым, мына жігіт қалай саған? Бұл Айнұр құрбымның баласы, өзі красавчик, өзі спортсмен. Фу, мама, қош, дым менің вкусымда емес. Ал мынау қалай? Мынау Гүлия құрбымның баласы. Еще сенімен танысқысы келеді, өзі өнерлі жігіт. Мама, қош, не бұтының ортасына пианино қыстырып алған ба? Вообще ұнамайды. Қызым, мынамен танысшы, қарашы қандай сүйкімді, сенің вкусыңа түсіп тұр ғой. Мама, қош, вообще мен талғамда емес, бір варианттың ұнаған жоқ. Қызым, мына жігіт қалай екен? Жанар апайдың баласы, өзі пысық бизнесмен, ақшаны көп табады. Таба нан пісіреді. Мама, баяғыда күшті жігіттер көрсетіп едіңіз ғой, қазір бар ма? Я, солар сені күтіп жүреді дейсің бе? Баяғыда үйленіп кетті ғой, алдының 5 баласы бар. Мама, вообще вариант қалмады ма? Бар. Біздің ауылда енді осы Бадем деген жалғыз алқаш қана қалды. Бола береді. Мінезі жақсы болса болды. Осымен таныстырыңызшы. Эфирде жұрттың баласын жаңалықтары. Бүгін бір 18 жастағы жұрттың баласы мектепті алтын белгіге бітіріп, сразу ертесінде бизнес ашып, Forbes'та 1-ші орынға шығыпты. Мамасына, папасына бір Феррари алып беріп, Дубайдан үлкен вилла салдырыпты. Және сонымен қатар ол бала бөлмесін таза ұстайды екен, полкаларын жинап қояды екен, нәскилерін шашпайды екен, тұрған кезде бірден төсегін жинап тастайды екен. Балам, сен жасың нешеде? 22-де. 22-де. Жұрттың баласы.
Және сонымен қоймай жаңағы жұрттың баласы IBCG мен Америкаға оқуға түсіпті. IBCG ол балаға Американың ең жақсы вуздарын таңдауға, оған тапсыру үшін қажетті документтерді жинауға, және сол университеттен ресми шақырту алуға, студенттік виза алуға және Америкаға көшкеннен кейін орналасып бейімделудің барлығына IBCG көмектесіпті. Бүгінгі жұрттың баласы жаңалықтар аяқталды. Ертең жаңа жаңалықтармен сіздердің іштеріңізді ашытатын боламыз. Сен бала, істейтін жұмысың жоқ па? Не болсын мына жерде? Соны айтам, нервіға тимей бар, кетші бар өзі. Мама, папа, атак, мен де IBCG мен Америкаға оқуға түсейін деп жатырмын. Уже приглашение алып қойдым. Америкаға? IBCG маған 45-ақ күн ішінде шақырту алып берді вуздардан. Қазір уже Америка кетуге дайындалып жатырмын. Сендерге сюрприз болсын деп айтпай жүргем. Не болды қайта жұрттың баласы деп. Молодец, балам. Білгем сен жұрттың баласына кем емес екеніңді. Жаным, күнім өз мамасына тартқан ақылды. Қайда мамасына, папасына тартқан. Жаным. Рахмет. Ботам, осы біздің тойға неге сенің әнеуір ағаң келмеді, келек айдайтын? Қай ағам? Иә, жүріп жүрген кезде түнгі 12-де сені үйіңе алып кетіп еді ғой бір ағаң, бизнеспен айналысады. Ол кісі неге келмеді? Ол кісі қолы босамай келе алмаймын деді ғой, жұмыстары шығып қапты. Иә. Ал ана ағаң қайда? Авасында елтаңба тұратын. Саған дайректке от жібере беруші еді ғой, Акиматта Стив деген ағаң ше. Ол кісі де тойға келмеді очада. Ол кісі Астанаға көшіп кетті ғой, сөйтіп келе алмай қалды. Жұмыс бабымен ба? Жарайды. Сосын ана брачкаң да тойдан көрмедім ғой, который түнгі 12-де саған спич деп жаза беруші еді ғой, ана бокстан КМС деген брачка. Ол кісі не келмеді? Ол тренировка жасап жарысқа кетіп қалған. Қолым бос емес деді ғой. Жарайды, түсінікті. Жаным, мен что ағалардың бәрін шақырып, бір күні жиналайық, туыстармен араласып тұрайық. Иә, Джик, ас болсын. Айтпақшы, ана Айгүл мен Марат ажырасайын деп жатыр екен. Қош кет, жар. Неге? Білмеймін. Өздері біледі ғой. Ана біздің Қайрат бар ғой, танисың ғой, мен класстасым. Соның папасы өзінің туған папасы емес екен, ойлашы. Кім екен папасы? Сұрамадым. Танисың деді, бірақ сұрамадым, не істеймін, біреудің проблема бар. Ол фигня, біздің көрші Бауыржан бар ғой, соған ойлашы, әйелі измена жасап жүр. Еще кіммен десеш? Кіммен? Білмеймін, сұраған жоқ. Айту, измена жасап жүр. Не істейміз, біреудің проблемасы не? Қызым, мамам екеуміз саған бір шындықты айту керекпіз. Қандай шындық? Біз негізі бай, миллиардерлармыз. Біз соны сенен жасырып, осы уақытқа өтірік кедей болып жүрдік. Шын ба? Неғып менен жасырып жүрсіздер? Сені бай семьяда өсіп бұзылып кетпесін деп жасырып келдік. Сенің әкең Абу-Даби, Samsung, Toyota, Camry корпорациясының басшысы. Және сен менің ас мұрагерімсің. Бүгіннен бастап еш нәрседен мұқтаждық көрмейсің. Болды қызым, таста. НТ-ға дайындалмай қой. НТ тапсырмайсың. Мен сені шетелге платный университетке түсіремін. Таңда қайсыған түсесің? Оксфордқа түсесің бе, или Кембриджға түсесің бе? Мен білгем бай екенімізді. Деп айтады деп ойладың ба? Шақырын, мынау менің үйім. Неге сырлап сөйлеп жатсың? Просто көріш кемпір бар да. Бәрін естіп қоятын адайлы шығады. Ой, кешір. Сен үндеме, ақыл. Әй, не шу болып жатыр? Шу? Бірдеңе гүрс ете қалды ғой. Жоқ, мен просто бір затым қалып кеткен ғой. Біреуді әкеп жүрген жоқсың ба, Айго? Жоқ, үйде ешкім жоқ, өзім жалғызбын. Хозяйкаңа хабарласайын ба? Жоқ, звондамай-ақ қойыңыз. Осыдан бір рет шулаңдар. 102 шақырам. Все, кешіріңіз. Все, кетті. Чыта. Кім шыңғырды? Ешкім, мен просто аяғым соғып алдым. Все, қазір хозяйкаңа хабарласам, қуып шығады сені. Звондамай қойыңызшы. Мен уже 102-ге хабарласып қойдым. Сен ойлама, менен бірдеңе жасырамын деп. Мен мына подъездің бәрінде кім не істеп жүр, кім қайда бәрін білем. Жақсы, кешіріңіз. Надоел мына кемпір бар ғой. Не шу? Мен көшіп бара жатырмын. Өзіме үй алдым. Енді ешкім шуламайтын болады. Сау болыңыз. Мынау да кетіп қалды ғой. Енді кімнің қанын ішейін?
Сен қандай жұмыс істейсің? Мен жұмыс істемеймін. Мен бизнесменмін, шағын кәсібім бар. Айына миллион табатын шығарсың, иә? Қайдағы 1 миллион? Мен айына где-то 3 миллиондай табам. О, күшті. Сен ата-анаңмен тұрасың ба, или бөлек квартираң бар ма? Қайдағы квартира? Менің өзімнің коттедж үйім бар, квартира емес. Сенің маған дейін қанша жігітің болды? 10 жігітім болды. Родной, ана қыз қарсы соғыс екен, Әдемі қыз екен. Барып танысташы. Әлде қорқып тұрсың ба? Қорқып тұрған жоқ мен. Просто мен телефон зарядсыз отырып қалды ғой. Қазір нөмірін қалай жазуға маған? Менде пауэрбанк бар. Әке телефон зарядтап берейін. Барып танысташы. Менде еще деген ақша жоқ қой. Менде бар ақша. Бірінші свиданияға жетеді. Әлде тормозсың ба? Мен деген тұрмын быт болып тұр. Қазір анау қарамайды ғой маған. Проблема емес. Қазір реттейміз. Все, красавчик болдың. Бар енді таныссай. Мендегі қараса киім онша емес қой. Киім бар ғой, родной. Киінсеші ме? Бірақ құрғылы барам ба, гүл жоқ қой. Гүл бар ғой, родной. Ой, кейін анасы кетіп қалды ғой. Ладно, енді басқа жол таныса саламыз. Міне, алып келдім, брат. Танысташы. Брат, мына қыз маған қарамайды. Сен қарайсың болған? Я қараймын. Қарайым деп тұрып, тармас етпей танысташы енді. Брат, маған кету керек, мен атам ауырып отыр. Ассалаумағалейкум, ата, сіз ауырып жатсыз ба не? Жоқ, балам, нормальныймын. Все, нормальныймын дейді, танысташы, брат, тармас етпе. Анан қарашы, анау не анау? Бәсе, бұл қызбен таныса алмайды бұл. Иә, тормоз екен. Зато мен тормоз емеспін. Мә? Сенің тормоз досың. Извините, время не подскажете? Время? Қазір. Время 12. Спасибо. Болсын, ол қыз сұрайды ғой, время сколько деді ғой, мен айтам, время познакомиться деп. Құлайды ғой. Мынау мен братишкам. Ой, сүйкімді екен. Отыра берем, мен қыз келем. Қалайсыз, жеңеше? Сен сөйлей аласың ба не? Я, мен сөйлей алам, только ешкімге айтпаңыз, бұл секрет. Сен онда сөйлей алсаң, менің 1-2 сұрағыма жауап берші. Ойбай, тегін айтпаймын, маған ақша төлеңіз, сол кезде айтам. Жастар шустырсыңдар, иә? Сенің ағаңның подпискасында Айка деген қыз бар. Ол кім? Ол Айка деген, ол менің ағамның бөлші аясы. Екеуі арасында сөйлеседі. Қалай таныстыңдар ма? Білмеймін, бар Айкаңнан сұрасаңшы. Қайдан біліп қойды? Или сен айттың ба? Жоға, брата, мен сөйлей алмаймын ғой. Сенде сағыз бар ма? Ой, мен қалтамда барлығы бар. Пицца жейсің ба? Пицца? Үтік? Керек бола ма деген ғой. На всякий случай алып жүрмін. Бірдеңе жыбырлап жүр. Ақтөстен осындасың ма немесе іздеп жүрмін ғой. Қазір тауып берем. Туф, сенің қалтаңда не жоқ? Может, еще адам жатқан шығар? Біреу жатыр. Мен саған қас көмектесем. Рэйчел? Бұл кім? Бұл мен бывшаям ғой. Сен мені тастап кет десем, қалтамда жүр екенсің ғой. Сау бол, урод. Жоқ, Рэйчел, тастама. Той, кешір, бірақ сағыз жоқ екен. Сенде бәрі бар, сонда сағыз жоқ па? О, мама, қалайсыздар? Сәлем айтсау. Видео қосайын ба? Иә, міне Айжан. Қалайсыз, мама, мен таңғы 5-тен бері ұлыңызға тамақ істеп жатқам ғой. Еще күні бойы үйге генеральный уборка істеп жатырмын. Қоймаш үйді мен жинадым ғой. Ой, үйдің тірлігі бітпейді ғой, мама. Сонда мама мен ұлыңыздың сүйікті бешбармағын жасай берейін, иә? Сау болыңыз. Жақсы, мама, сау болыңыз. Жотан, бешбармақ. Ой, просто тамақ заказ бере салайықшы. Жаман қусың, е сені. Алматыда жұрттың байы өзінің әйеліне бриллиант комплект сыйлапты, ойлаңыздаршы. Және сол жұрттың байы өте көп ақша табады екен. Бірақ сонымен қатар әйеліне де внимание бөледі екен. Жұмыстан сальто жасап, энергичный болып кіреді екен. Және балаларының жанында TikTok қарап жатпай, балаларына қарайды екен. Басқа каналға ауыстыршы, неме көріп отырсың? Және ол әйеліне балаларымның анасы деп су жаңа Геленваген сыйлапты. Жұрттың күйеулеріне қараш. Және ол жұрттың байы нәски тұрсыларын үйде шашпайды екен. Әйелін айғайлатпай мусорды өзі шығарады екен. Және әйеліне үй шаруасына көмектеседі екен. Біреулердің күйеуі сияқты кешке дейін TikTok көріп жатпайды екен. Сіздің де күйеуіңіз сондай болғанын қаласаңыз, өкінішті, сіздің күйеуіңіз ешқашан ондай бола алмайды. Сен мені мүлдем түсінбейсің. Ой, қойш болды. Әйеліңді түсінбей жүрсең, переводчик жалда. Сен жаңа неме дедің? Сен мені жақсы көрмейсің.
не дейді? Оған просто сіздің вниманияңыз жетпей тұр. Оған күшлеп свидание ұйымдастырып, жай ғана тамақтандырыңыз. Кешірші, мен саған аз внимание бөліп жүрмін бе? Давай осы суббота воскресенье свиданиеға барамыз. Қазір суши пицца заказ беріп жейсің бе? Давай, сен мен ойымды оқып қойдың ғой. Рахмет, көмектесті. Жан осы шынды айтшы, мен соңғы кездері толып кеттім, я. Мен, Ни в коем случае толып кетті деп айтпаңыз. Наоборот, арықтап кеттің deyіңіз. жоқ, күшті болды, идеальный болыпты фигура. Қойш, мә жан қараш, подругам Камила өзіне еще қызына күшті киімдер алыпты, вау. Ол да өзіне және баласына шопинг жасағысы келіп тұр. Қызыма екеулеріңе күшті киімдер алып берем. Ньюборн Алматыдан алып берем еще. Вау, жан, қайдан біліп қойдың соның қалағанды? Жан, мынау әдемі ме, әдемі мынау ма? Ой, қазір айтам ғой саған. Бүгінге сіздің лимитіңіз бітті, сау болыңыз. Ей, жоқ, кетпеңіз. Бір сұраққа, бір рет аудара салғаш, пожалуйста, бір рет. Кетпеңіздерші. Екеуі де нормально, өзің біл. Саған просто бәрібір е маған? Түсінікті. Жауап беріңіздерші. Ама біздің мына холодильник істемейді сияқты. Сіздің үйіңізде холодильникте продуктылар толып тұршы еді ғой, бізде дым жоқ. Оны сатып алу керек пе? Ой. Еще стиралкамыз да істемей тұр. Үстіне киімді қойсам, өзі жуылып, өзі ілінбей тұр, мама. Сіздерде сондай еді ғой? Оны өзіміз жуу керекпіз бе? Мама еще табамыздың ішінде тамақ жоқ. Сіздерде всегда тамақ бар еді ғой? Онда өзіміз істеу керекпіз бе? Ой, онда сен тамақ істесеш? Мен істей алмаймын ғой. Давай онда ютубтан қарап істейміз. Ютубта бұндай емес еді ғой. Мама сосын бар ғой, светке, суға, газға төлеңді деп жатыр. Разве тегін емес па не? Төлеу керек па? Жарайды, мам, төлейміз. Бөлік шыққа қандай қиын. Сәлем, сұлу қыз. Суретте түрің мүлден басқа ғой. Ол бұрын 5 жыл бұрын соғыста салынған сурет қой. Қазір кішкене әбіржіп кетіпсіз. Ал сен жұрт айтқаннан да әдемі екенсің. Кеттік па? Өзің айына қанша табасың? Шүкір, айына 10 жылқы, 5 сиыр, 20 қой табам. Маған кем дегенде айына 100 жылқы табатын жігіт керек. Қалабының зорындай мынаның. Қараш, қалай шықты? Қалай салғасын, дұрыстап салшы. Қой шей болды, мен суретші емеспін ғой, батырмын ғой мен. Сен өзің қай жылғы боласың? 1799. Бірақ жас көрінеді екенсің. Айтпақшы, киіз үй өзіңіздікі ме, әлде жалға алып тұрасыз ба? Әрине өзімдікі. Осы жол бір соғысқа барсам, тағы да бір киіз үй аламын бұйыртса. Дәмді болды. Айтпақшы, сен өзің нешедесің? Мен ба? 17-демін. 17? Елдер 13-те отау иесі болып жүр ғой. Демек сен бірдеңең дұрыс емес. Шал! Мен де кәрі қасқыр болыппын ғой, бүгін таңға қымыз ішем, әке. Сәлем бердік ене. Келін, таңғы 7-те тұруды қажеті жоқ. Мен саған қанша рет айтам. Бар ұйықта. Как минимум түске дейін ұйықтайтын бол. Келін, мына түрің әбіржіп не болып кеткен? Апармайсыз ба мына қызды салонға? Маникюр, педикюрін бәрін жасатып, шашыңды прическалап үйде әдемі болып жүр. Не үшін ыдыстарды қолыңмен жуып жатсың? Жолама оған. Мен не үшін посудомоечный машина алдым, ендігі әрі посудомоечный машинамен ғана жуатын бол. Жолама ыдысқа. Мама, мен бүгін зарплат алдым, барлығын сізге берейін деп отырмын. Керек емес ақшаң. Тарт. Барып өзіңнің әйеліңе берсеңші. Келінге бер, шопинг жасап, бір косметика киім алсын. Заттарың. Мама, не істеп жатсыз? Бөлек шығындар сөз, қашанғы бірге тұрамыз. Қайда барамыз біз? Медовый месяц жасайсыңдар ма, Бали, Мальдивқа ма, ақшасын салып жүрем. Барып кетіңдер. Баба, мен сіздерді қазір қызыммен таныстырам. Пожалуйста, мен позорым шығармаңыздаршы, хорошо? Қашан біз сені позор қылдық? Соны айтам, позор етпеңіздер, қазір таныстырам сіздерді. Бопты, әкеле бер. Танысып қойыңыздар, бұл менің қызым. Ой, біздің баланы таңдағаның жақсы болды. Біздің бала өте добрый. Ой, даже төбелес алмайтын ғой бұл мектепте. Соңғы атаман болатын, даже кішкентай қыздардан таяқ жеп жүреді. Молодец, жанымсың. Ой, өтірік айтпаңыздаршы, олай болған жоқ қой. Кешегене бала едім, уже ер жеттім. 11 классқа дейін отбасы жіберетін есімде ма? Бірақ мен үшін әлі бала нәски тұрсыйына дейін мен жуамын. Шын ба? Жоқ, қалжыңдап жатыр. Еще бұған түрі страшный деп қыздар да қарамаушы еді ғой. Бір қыз қарап, соның атына кредит алып, екеуі сөйлеспей айырылысып кетмеді ғой. Өтірік айтады, ол прикол ұстап отыр. Бұның бір красавчик Азамат деген досы бар. Міне қара, спортсмен енді, сұп-сұлу, апысық жігіт. Бәрі осы астатын. Біздің жігітті ешкім керек қылмайтын ғой. Шүкір. Ой, қарады, бір қыз қарады бұған. Не ғой, мен барайын, менің жұмыстарым бар еді. Жоқ, қайда барасың? Ой, не болды? Айтпақшы, Азаматтың нөмірін бересіз бе? Қарындас, танысайық та, қайда барасың, апарып тастайын.
иә давай тапсайық. Обычно үйт қыздар таныс еді негізі. Жаңа тегін апарып тастайын деп айттыңыз ба? Иә, апарып тастайын, сенікі алыс емес шығар, иә? Жоқ, алыс емес. Мына Қапшағайдан ары Барсак Кеңес деген ауыл бар. Сол жердегі Жеркөтова 83. Қарындас, біз жетіп қалдық па? Иә, уже жетіп қалдық. 4 сағат қалды. 4 сағат? Мә, машинаңыз қандай күшті? Навигация істемей қалды ғой. Мен сыртқа шығып келейін, иә? Мә, не үшін айтым апарып тастайын жердің бір жеріне. Хорошо, что Chevrolet Cobalt жолсыз жерлермен жақсы жүреді. Не істейді ұстамайды. Ағай, жүрейік, таңға дейін жетіп қалу керекпіз. Иә, кеттік. Қарындас, біз бір таяп қалған шығармыз, жақындап қалдық қой, примерно, иә? Иә, азақ қалды. 10 километр жүреміз, осы орманнан өтеміз, одан кейін зират, одан кейін сай, сол сайда мен тұрамын. Қарындас, енді үйіңе жеткізіп тастадым ғой. Может, телефон номерін қалдырасың? Жоқ, аға, мен номерімді ешкімге бере алмаймын. Тем более мен жігітім бар. Әне тұр. Бақытты болыңдар. Рахмет, сау болыңыз. Сау бол. Туй, не үшін әкелді жердің бір жеріне. Осы уақытша таксовать етіп жүретін адамын ғой. Туй. Хорошо, что Chevrolet Cobalt'ым бар, далада қалдырмайды. Постоянно жұмыс істейсің, бір күн үйде демалшы Құдай үшін. Все, қаршы, бүгін демаламын. Не істеп жатсың? Мен үйден донерный ашқым ғой, қазір бір клиент жүріп сайын, иә? Все, енді боспын. Үйден клиника ашқым ғой, қазір бір пациент жүріп сайын, иә? Күте тұр, жаным. Все, болды, босадым. Жан, мен адамы мастер маникюр болып жүргем ғой, 2 саусақ қалып күте тұр, иә? Ноготочек в лампу. Все, жан, босадым. Жігіттер, кіргізе беріңдер. Бұның бәрі не үшін? Мен өзіме продуктовый магазин ашайын деген ғой, соның заттары ғой. Жан, сен сондай пысықсың, молодец. Жақша, мен таксовать еткеніне 5 минут отыра тұр, иә? Қазір келем, иә? Ақша табу керек.